Бүгінгі таңдағы қырғыздардың қазақтардан артықшылығы өте мол. Ат төбеліндей аз халық болса да, қаһарман жігіттері қыздарын қыз қылып, отан дейтін отбасының түтінін түзу етіп отыр. Тіпті көзді ашып жұмғанша жұдырықтай жұмылып, президенттен президентті тақтан қуып, нәскеше ауыстырды. Жақпаса билігін төңкеріп тастайды. Қырғыздардың қазақ халқынан асып түсетін тағы да бір жағы – демократия. Билігі халықпен санасуды біледі. Неге? Өйткені өзбектері өзенін ластап, сарт саудасын жасап жүргенде қандарын судай ағызды. Қытай келіп зауыттар мен фабрикаларын салып жатқанда ойран топырын шығарып, қуатының қуып шықты. Тіпті 2018-2019 жылы бүкіл қырғыз атқа қонып, қысық көзді Қытайдың жігіттерін қырдан асырып, масқарасын шығарды. Міне, мұндай мәрт, рухты халықпен қайсы бір билік санаспасын. 2019 жылғы Сауранбай Жиенбеков пен Атамбаев арасындағы қақтығыс кезінде Атамбаевтың ақ үйін қорғап, қарулы күштермен ашық майданға да шықты. Әттең аз халық, ең болмағанда халық саны 60-70 миллионнан асқанда, өз күнін өзі көріп, бүгінгі алпауыттармен иық тіресер ме еді бәлкім? Кім білсін? Бір кездері қазақ пен қырғызға да мәлім чувак ажы молда. Мен бұдан бұлай орамалға қарсы шыққан билік басындағылармен амандаспаймын. Саламын қабыл алмаймын. Жаназаларына бармаймын, шығармаймын да. Тіпті қатыспаймын. Олар орамалға қалай тыйым салса, мен де оларға жаназаға келуге солай тыйым саламын. Бұл қағидатты ұрпағыма шегелеп тұрып айтып кетемін деген еді. Бұл пәтуасына бүкіл депутаттар дүрліккен болатын. Осы мәселені талқылау барысында трибунаға бір депутат шығып, мектепке орамалмен кіргізбеген мұғалім мен директорлардың және біздің жаназамызды шығармаймын, Құранын оқымаймын, қабіріне көмбеймін деген имамның сөзі маған десең, арам өліп қал деген ғой. Бұған қалай ғана шыдаймыз деп бұлқын айтқан еді. Ал біздің ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды имамдарымыз ше? Олар орамал мәселесіне келгенде күмілжіп, биліктің ықпалынан шыға алмай жүргенін білесіздер. Мінекей, кімнің қасқыр, ал кімнің қорқақ қоян екенін осыдан аңғаруға болады. Бірақ, тағы да бірақ деген бір сөз бар. Төрт әріп бұлттар түрмесінің тас талқаны шыққан соң ондағы халықтар ескі өмірінен барынша алысқа кетуді көздеді. Әркім әлемдегі өз жолын, өз орнын табуға тырысты. Алатаудағы айырқалпақ ағайындарды бодандықтың ноқтасын үзе салысымен ғылымда постколониалды синдром аталатын дерт